Так, Ubuntu десктопта парольді восстановить етеміз. Мысалы, сіз ұмыт қалдыңыз паролін. Ол үшін бірінші перезагрузка жасаймыз. Ubuntu десктопты. Қазір перезапуститті басқаннан кейін сол жақта shift'ті басам, немесе escape'ті басам. Міне перезагрузка жасаймын бірінші. Содан кейін групп менюға кіру керек. Ол үшін shift немесе escape'ті басу керек. Перезагрузка жасағаннан кейін. Міне басам и shift'ті басам. Мынау кетсін. И міне бастаймын, shift'ті басып бастаймын. И мынандай групп меню шығады осындай. Бізге не керек мына жерде? Advanced Option for Ubuntu деген екіншісі. Enter басам. Содан кейін екіншісі Recovery Mode деген соңында жақшаның ішінде. Соны басам. Осы жерде ең предпоследний root drop to root shell prompt деп тұрады. Соны enter басам соған. И enter тағы да қайтадан enter басам. Астында міне to continue деп тұр. Enter басам. И rootқа кіріп кетеді. Енді келесі команда орындаймыз мынаны. Осылай орындаймыз да, сосын enter жазамыз да, enter басамыз. Содан кейін келесі команда бұл мына жерде жазып қойдым, не қызмет атқарады осы команда. Келесі команда жаңағы имя пользователя біліп аламыз. Так. Тіре деп тұрады. Сіздікі мысалы тіренің орнына көк. Сол басқа бір ат жазылып тұрады. Соның орнына сіз мына жерге тіре деп қоясыз болмаса. Или мына жерге любой ат жазасыз. Мысалы сіздікі может битіп тұратын шығар деген сияқты. Менікі мынандай тіре деп тұрады. Значит, мен тіре деп жазам. Содан кейін новый пароль придумать етем. Enter. И тағы да сол парольді қайталайым. Enter. Содан кейін перезагрузка жасайым. Reboot деп жазам да Enter басам. Болды. Сіздің пароліңіз өзгерді. Ары қарай вайтимен кірсеңіз болады уже пароліңізбен. Новый создать еткен пароліңізбен кірсеңіз болады.